Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, араб тілін үйренуші жандар. Бүгін біз араб тілінің сөйлеу практикасының сабағын бастайын деп отырмыз. Менің есімім Айбек, араб тілінен сабақ беруші ұстазбын. Бұл бауырым Ерлан. Есімі Ерлан. Араб тілін енді үйреніп жүрген бала, шәкірт. Мен ешқандай білмеймін десек те болады. Араб тілінен нөл. Ешқандай сөздерді білмейді, оқи алу. Бүгін біздер енді Алла қаласа араб тілінің сөйлеу практикасын бастаймыз. Енді бірінші сұрақ, арабша сөздерден қандай сөздер білесіз? Өмірде қолданатын білмеймін енді қандай. Енді ол кәдімгі қоғамда ғана қалыптасқан сөздер. Машалла, иншалла, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам, әдемі сосын. Астағфирулла. Астағфирулла деген сондай енді зікірлер болса ол. Аллаху акбар деген зікірлер, иә. Оларды сөйлеу кезінде қолданса болады. Мысалы, мен сізге бір нәрсе айтатын болсам, сіз машалла, немесе мынандай нәрсені жасайсыз ба деген кезде иншалла деген сияқты. Амандасқан кезде ассалаумағалейкум, уағалейкумассалам деген 8 немесе 9 сөздің өзі бір сөйлем құрауға жеткілікті негізі. Жақсы, енді ең бірінші. Машалла, машалла. Альхамдулилля деген бар. Альхамдулилля деген бар. Кайфа халука деп, мысалы, кайфа халука деген жағдайың қалай деген мағына. Мысалы, мен сізге айтсам, кайфа халука деп, сіз альхамдулилля десеңіз. Бір сөйлем шықты. Түсінікті ғой? Жақсы, енді қараңыз. Араб тілінде өз-өзін таныстыруға мысалы, кез келген адам арабша сөйлеген кезде, мен есімім мынандай нәрсені жасаймын, және мен ұлтым қазақ, танысқаныма қуаныштымын дейтін сөздерді үйренсек мысалы. Ең бірінші мен дегеннен бастап, мен дейтін әна. Әна, мен әна. Есім дейтін, ол да қазақтың арабша сөз исімнен шығады. Есім. Мысалы, бисмиллахи дейді ғой, Алланың атымен бастаймын. Аты. Исім ол ат. Енді мысалы, исім. Исмука, сенің есімің деген сөз шығады да. Мысалы, мә дейтін сұрақ. Что деген, то есть не деген мағына. Енді қараңыз, мен сізге бүйтіп айтсам, мә исмука. Сенің есімің кім деген сөз. Исми, менің есімім Ерлан. Исми Ерлан. Түсінікті ғой? Немесе әна Ерлан десеңіз болады. Әна Ерлан. Мен Ерлан деген ғой. Иә, мен Ерланмын деген сияқты. Әдемі. Қараңыз, мен бастап берейін мысалы. Ассалаумағалейкум. Әна исми Айбек. Мә исмука. Уағалейкумассалам. Әна исми Ерлан. Аллаху акбар, әдемі. Әна исмука Ерлан. Исмука. Қараңыз, исмука деген ол сенің есімің кә. Егер сөздің соңына кә болса, кә жаланса, онда ол сенің деген мағына. Мысалы, мә хәза. Мә хәза дейтін бұл не деген сөз. Сізге сұрақ қойын. Мә хәза. Қаламун. Аллаху акбар, әдемі, қаламун. Қалам, арабшада, қазақшада бір сөз. Жауап берген кезде бұл қалам деп айтсаңыз болады. Мә хәза? Хәза қалам. Алла, әдемі. Қаламун. Қаламун, хәза қаламун. Әдемі, қаламун. Кофе бізде қахуа. Қахуа. Мә хәза? Хәза қахуа. Әдемі. Хәза қахуа. Бұл деген хәза осында. Бірақ бұл деген хәза дейтін ер адам тегінде тұр. Ал бізде қахуа дейтін сөз әйел тегінде тұр да. Ондан хәзихи де ауыстырамыз. Сонда мә хәзихи? Хәзихи қахуа. Әдемі. Енді қараңыз, бір нәрсе айта кетейін. Мысал қараңыз, мынау қалам. Мен сенің қаламың деп айту үшін қаламу кә деп айтамын. Кә деген жаласаңыз, сізге сен деген бар. Кез келген есім сөздер жаластырда сен деген сөзге қоса бересіз. Мысалы, сенің кофең деп айтыңызшы. Сен деген не еді ол? Әнта ма еді? Әнта деген сен, бірақ сөздің есімнің осының соңына кә дейтін қосаңыз, сенің деген болып кетеді. Сөздің соңына. Қахуа кә? Қахуа тука. Қахуа тука. Қахуа тука. Қахуа тука сенің. Қахуа тука. Ал мынау ұялы телефон. Хатиф, ұялы телефон. Сенің ұялы телефоның? Хатифука. Әдемі. Түсінікті ғой? Сондықтан исмука сенің атың. Түсінікті ғой? Соңындағы сөздерін алған арқылы. Жалпы өте оп-оңай. Жақсы, басынан бастайық. Әна исми Айбек. Уә әна муаллимун. Әна муаллимун. Мұғалім ғой. Мән әнті? أنا اسمك
Ана исми болады. Исми. Исмика ол Исмика ол сен. Енді менің есімім болса исми болады. Ана исми Ерлан. Ерлан. Ана шәкірт. Талиб. Талиб. Ана талиб. Талиб. Әдемі. Аллаху акбар. Менікі деп айту үшін мен сөздің соңына и дегенде жалғаймын. Мысалы менің қаламым деп айтыңыз мынаны. Қалами. Әдемі. Қалами. Менің кофем деп айтыңыз мынаны. Қахуати. Әдемі. Менің сағатым деп айтыңыз. Сағат деген? Сағат деген сағат. Сағат. Айнмен, иә. Сағати. Әдемі. Менің тақиям деп айтыңыз. Тақия? Тақия. Машалла. Арабша, қазақша сөздер бір деп айтшы. Тақи. Тақияи. Ти. Тақияти. Тақияти. Әдемі. Тақияти. Әдемі. Ағылшынның компьютер. Әдемі. Тура сондай сияқты. Түсінікті ғой? Енді қараңыз. Мынандай сөз бар. Ана мен Ақтөбе. Ана мен Ақтөбе. Ақтөбеденмін. Иә. From. I am from. Min. Ана min. Min айна анта. Айна деген? Айна қайда деген сөз. Анта сен. Min айна анта сен қайдансың? Әдемі. Ана min Ақтөбе. Min айна анта? Ана min Қызылорда. Анта min Қызылорда. Маша Алла. Маша Алла. Аллаху акбар. Окей. Енді кішігірім қорытындылап жіберейік. Мысалы мен өзімнің ұлтымды айтамын. Таныстырып отқан кезде, мысалы, ана қазақ. Өйткені ертең Саудияға баратсаңыздар, Дубай, Абу Дабиға барсаңыздар, шатастырады Қытаймен. Қытайсың ба деп. Сол кезде айтасыз, ана қазақ. Мен қазақпын. Сен деген әнта болды, иә? Әнта қазақ. Енді қараңыз, джинсиятун дейтін ұлт деген мағына. Nation, иә. Джинсиятун. Джинсиятука қазақ. Сенің ұлтың қазақ. Енді сіз айтыңыз, менің ұлтым қазақ деңізші. Джинсияти қазақ. Аллаху акбар. Немесе мен қазақпын десе болады, ана қазақ. Ана қазақ. Жақсы, бір кішігірім қорытындылап жіберсек бүгін көрген сөзімізді. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Мархабан, ана муаллимун ва ана исми Айбек. Ана мин Мадинати Ақтөбе. Ассаламу алейкум, ана исми Ерлан, ана мин Қызылорда, ана Талиб. Аллаху акбар. Әдемі. Айна қаламука? Жоқ деген ғой, менде қалам жоқ. Ла илаха, Құдай жоқ. Иллалла, Алладан басқа. Ла. И жоқ деген ла, ия деген наам. Немесе әжәл. Әжәл дейтін жақсы. Сен ана айын шығарғаннан гөрі әжәл. Табан, келістім деген сияқты. Наам, әжәл. Наам, әжәл. Анта қазақ? Наам. Наам. Аллаху акбар. Анта талиб? Әжәл. Анта талиб, әжәл. Жақсы, бүгінгі енді тағы бір айтпақшы қосымша бір етістіктермен өтсек. Етістіктер сөйлем құрған кезде бір көркейтетін нәрселер да. Мысалы, мен кофе ішіп жатырмын. Өз бірінші нұсқада айту үшін ана ашрабу болады. Мен ішіп жатырмын. I'm drink деген сияқты ғой. Ашрабу. Айта бересіз. Кофе болса қахуа, шай болса шай. Шай. Арабшада, қазақшада бірдей. Енді айтыңыз, мен шай ішіп жатырмын. Ашрабу деген дринк қой, иә? Иә. Ана ашрабу қахуа. Ашрабу қахуа. Ана ашрабу қахуа. Уә және. Мәза әнта сенше деген сөз. What about you деп паслақтырасың да. Мысалы, мен сіз айттыңыз ғой, ана ашрабу қахуа. Уә мәза әнта, ал сен не ішіп жатырсың? Уә мәза әнта. Сен не ішіп жатырсың деген. Уә деген және ғой. Уә деген және. Мәза әнта. Мә сұрақ белгісі. Мәза не деген? Әнта сенше. Деген сияқты. Уә мәза әнта. Ана ашрабу әш-шай. Шай ішіп жатыр. Арабша шай ма? Шай. О, машалла. Бірдей екен ғой негізі. Бірдей оп-оңай. Одан кейін бұл ішіп жатырмын деген сөз. Енді қараңыз, жұмыс жасап жатырмын деген бір. Ана жұмыс істейтін амал. Ана а'малу. А'малу. О, машалла. Ана а'малу. Амалда жұмыс. Амал жасап жатырмын. Жұмыс жасап жатырмын. Амал, жұмыс. Ана а'малу муаллиман.
Мен мұғалім болып жұмыс жасаймын. أنا أعمل معلما деген. معلما مدرسا деген. ماذا أنت تعمل؟ أنا أعمل من فيديوغرافر деген қалай айтады? مصور فيديو. مصور فيديو. مصور فيديو. مصور فيديو. أنا أعمل مصور فيديو. الحمد لله. يا يرلان كيف حالك؟ жақсы деген ғой. الحمد لله. الحمد لله. بخير. жақсы بخير. بخير. الحمد لله بخير. بخير. көрдіңіз бе? حالك сенің жағдайың қалай? حالك. كيف حالي؟ حالي. менің жағдайым қалай? сөздің соңына қарай. حال дейтін кәдімгі хал жағдай ғой. оп-оңай деймін. حالك дейтін оп-оңай деп айта бермей соны қолдану керек. болды. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. وأنت؟ الله أكبر. أنا بخير. والله أنا بخير. енді қараңыз, сізге айтайын, етістіктерде сен дегенді сөздің басына қолданады. Мысалы, әна әшрабу, мен ішіп жатырмын. Мәзә тәшрабу, сен не ішіп жатырсың? Т қосылып кетеді, сен дегенге. Етістікке. Ал есімдерге, мысалы, мағынасы бар сөйлелген, андай ұялы телефон, қалам, кітап деген, тақия, сағат деген сөздердің соңына қосылады. Сенің сағатың, сенің тақияң, менің ұялы телефоным, сенің қаламың деген сияқты. Зат есімге соңына қосылады. Етістікке басына қосылады. Мысалы, әна әшрабу, мен ішіп жатырмын, өйткені ә. Сен ішіп жатырсың? Әнтә тәшрабу. Тәшрабу. Әна ә'мәлу, мен жұмыс жасап жатырмын. Әнтә тә'мәлу. Сен жұмыс жасап жатырсың. Тә'ләму ғой. Тә'мәлу. Тә'мәлу. Осы сіз айтқан тә'ләму да бір етістік. Алама, алима, білу. Әна ә'ләм, мен білемін деген сөз. Мәді тә'ләм, бұл туралы не білесің деген. Оны өзіңіз ойдан шығардыңыз, бірақ жақсы. Әдемі. Содан кейін тағы бір етістік қосайық. Кітап оқу. Оқу ол қираатун. Қираатун дейтін ол оқу. Енді мен оқып жатырмын, әна ақрау. Қираату ма? Қираату дейтін ол сөздің тұйығы түстік. Оқу деген сияқты, бірақ түсіндіріп жатқаным. Ал сөздік етістікке қолданған кезде әна ақрау болады. Ақрау. Мен оқып жатырмын. Сен оқып жатырсың? Әнтә тақрабу. Тақрау. Әнтә тақрау. Түсінікті ғой? Әдемі. Әна ақрау, әнтә тақрау. Енді етістікпен алдыңғы сөздердегі қосып бір қысқаша сөйлем жасасақ. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кейфа халукум? Ана бихейр вальхамдулилlah. Ана қазақ ва ана а'малу муаллиман биллугатил арабия. هذا هاتفي وهذا قلمي وهذا قهوتي. الآن деген at this moment қазір деген сөз ғой. الآن أنا أشرب قهوة. ماذا أنت؟ وماذا أنت؟ السلام عليكم. أنا يرلان. أنا اسمي يرلان. أنا من قزلوردا. أنا أعمل فيديو مصور فيديو. أنا أعمل مصور فيديو. أنا أنا أشرب قهوة. أنا أشرب قهوة. وما هذه؟ هذه ساعة. هل هذه ساعتي أو ساعتك أنت؟ ساعتي. ما شاء الله. أنا هذه ساعتي. ساعتي. وهذه؟ هذه تقيتي. әдемі. Түсінікті ғой? Тақияти. Енді бір кішігірім тағы да бір сөз, ол сөзді барлығы жақсы көреді. Жақсы көремін деген. Арабша айтсаңыз сразу. Бұрыннан біледі екен ғой арабшаны деп ойлап қалады. Мен сені жақсы көремін деген. Ана ухиббук. Ана ухиббук. Осы жерде қараңыз. Әйел адамның қойылатын сөздерді айтып кетсек. Мысалы қараңыз, мана біз қаламу ка дегенді өттік. Хатифу ка, сенің кофең? Қахуатука. Бұның барлығы айтып отқан нәрсе дұрыс. Сағатың деген сағатука, тақиятука.
түсінікті ғой? Енді қараңыз, бұның қахуатука, саатука, хатифука дейтіннің барлығы ер адам тегінде кетті. Сенің деген. А бірақ сен қыздың, сен қыздың деп айту үшін біз ки деп айтамыз. Кәні ки дейміз. Кәні киге өткізе саламыз просто. Сол сен қыздың қаламы. Қаламу ти. Қаламу ки. Қаламу ки. Хатиф. Хатифики. Хатифуки. 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 Қахуатуки. Қахуатуки. Әдемі. Сонымен қатар қараңыз, мана біз етістік өзгерген кезде алдына қарай қояды деп айттық қой. Мысалы, әна ақрау, әнті тақрау болды енді. Бірақ та манағыдай ка, ки, ку дегендерді де етістіктің соңына жалғаса болады. Мысалы, әна ухиббу ка. Сізде ки деп уже. Ки деген ол қыздарға айтылады. Қыздарға айтылады. Қызға айтылады. Әна ухиббука, мен сені жақсы көремін. Тура солай қызға айтыңыз енді. Әна ухиббуки. Болды. Мен сені жақсы көремін деген сөз. Сонымен қатар бұл хоббиларға да өзіңіздің жақсы көретін іске де қолданады. Мысалы мен кітап оқығанды жақсы көремін. Әна ухиббу ка. Анау женский род болып тұр ма кітап дегендер? Жоқ, кітап деген мужской род. Ки керек емес, просто әна ухиббул китаб, мен кітап жақсы көремін. Түсінікті, есімді соңына қоя бересіз. Мысалы, сіз кофені жақсы көресіз ғой. Әна ухиббу қахуат. Болды? Қахуа. Қахуа, просто. Егер де сенің кофеңді жақсы көремін деп айту үшін. Қахуатука. Әна ухиббу қахуатука. Болды. Give me please. Аътини. Аътини. Маған бер деген мағына. Түсінікті ғой? Аътини. Түсінікті ғой, кеттік ал. Күшті. Хиваятун дейтін хобби деген мағына. Хиваятун. Хиваятун. Мә дейтін сұрақ. Енді мен сізге сұрақ қойын. Мә хиваятук. Хоббиіңіз не? Жауап берген кезде де менің хоббиім қандай? Хивая. Хиваяи. Хиваяти. Хиваяти футбол деген қалай? Коратул қадам. Коратун дейтін доп. Қадам дейтін аяқ. Аяқ доп. Қадам. Қадам. Коратул қадам. Коратул қадам. Коратул қадам. Коратул қадам. Негізі де футбол деген сөзді олар түсінеді. Әна ухиббу футбол десеңіз болады. Бірақ таза тілдегі араб тілінде коратул қадам деп қолданылады. Біздегі аяқ доп футбол деген сөз. Мен аяқ допты жақсы көремін десе түсінесіз ғой мысалы. Бірақ қолданбайды. Сосын коратул қадам ол араб тіліндегі фусха сөз. Бірақ футбол деп айтсаңыз ол бүткіл адам біледі ғой. Футбол дей берейік па? Футбол деп айтсаңыз болады. Коратул қадам десеңіз де болады. Түсінікті ғой? Хобби деген? Хивая. Хиваяи футбол. Хиваяти. Хиваяти футбол. Әдемі. Жәмил. Әдемі дейтін айтпақшы Жәмил. Жәмил. Perfect дейтін сияқты мағына болды. Анта хиваятука. Аллаху акбар. Бұл деген не екен ғой? Сұрақ. Етістік емес екен ғой хобби деген. Мә хиваятука? Сұрақ. Анта хиваятука? Мә дейтін что? Не? Мә хиваятука? Сенің хоббиің не? Анта керек емес қой немесе? Немесе қандай деп қойса да болады. Мысалы, what дейтін қандай және неге де жүре береді ғой. Сол сияқты мә дейтін де сондай. Қандай немесе? Мә хиваятука? Әдемі. Хиваяти تعلم اللغة العربية قراءة الكتاب وأنا أحب كرة القدم. ما شاء الله. كرة القدم. لا дейтін жоқ. Бір етістікті жоққа шығару. لا أحب жақсы көрмеймін. түсінікті ғой? أنا لا أشرب قهوة. وماذا أنت؟ أنا أشرب قهوة. ولكن дейтін бірақ because. أنا أشرب قهوة ولكن لا أشرب. لا қандай? Тәтті? Ашрабу деген ішіп отырмын деген ғой. Иә, ішемін. Ішемін. Иә, ішемін, ішіп отырмын екеуі бірдей. Себебі деп айтып отырмын ғой, тәтті. Себебі тәтті? لأنه لذيذ. لذيذ. لأنه رائع десеңіз де болады. Өте керемет. Perfect. Жақсы, бүгінгі сабағымызды кішігірім қорытындылап жүрсек, қазір мен сізге қазақша сөздер айтамын, сіз соны арабша аударып отырыңыз. Көрейік. Кеттік ал.
Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва Алланың баракатуху. саған дейді. Ассаламу алейкум, қалайсыздар? Ассаламу алейкум, кайфа халук? Қалайсың? Жақсы, жақсы. Мен жақсымын. Альхамдулилля, бихайр. Бихайр, әдемі, әдемі. Сенің жағдайың қалай? Анта кайф сенің жағдайың қалай? Кайфа халука? Анта. Анта. Деп айтса болады, әдемі. Анта кайфа халук? Кайфа халук анта? Бір, екеу. Болады айта берсе. Анта кайфа халук? Кайфа халука қосылу керек па? Қосылу керек. Сенің деп айтамыз. Анта кайфа халука? Машалла. Аллаға шүкір. Альхамдулилля. Шукран. Шукран дейтін рахмет деген. Альхамдулилля. Альхамдулилля. Түсінікті ғой? Әдемі. Мен видеограф болып жұмыс жасаймын. أنا أعمل مصور فيديو. أديمة. مصور فيديو. أنا أعلم مصور فيديو. أنا أعمل. أنا أعمل مصور فيديو. أعلم ديك مين بلم ديك. يرين راتر من نمشي بلم. تنطق؟ أعمل. عمل علم. يكيو برس أرب تراس بيتا. أعمل. أنا أعمل مصور فيديو. أديمة. قاي جاقتانسن؟ أنت من أين؟ أنت من أين؟ بود؟ من أين أنت ديسي بلد؟ من أين أنت؟ أنت من أين ديسي بلد؟ من أين أنت ديسي بلد؟ قاي جاقتانسن دين؟ أنت من أين؟ أنت من أين؟ من؟ ертең мысалы Дубайға барған кезде أنا من Қызылорда деп أنا من Казахстан. أنا من قزاقستان. أنت من أين؟ ماشي. أنا باكستاني دي ممكن. أنا من الهند دي ممكن مثلا. أنا من دبي. نفس المدينة دي وايتو ممكن. كوب جابا. سنتويا. من жақтанмын енді. Менің ұлтым қазақ. جنسيتي қазақ. Әдемі. جنسيتي қазақ. Сенің ұлтың кім? Қандай дейміз? أنت جنسيتك. Қандай деген немесе? ما. Не деген ما. أنت просто أنت керек емес. ما جنسيتك. جنسيتك. ما جنسيتك. Менің ұлтым جنسيتي Русия деу мүмкін. جنسيتي қазақ. ما جنسيتك. Әдемі. Мен футболды жақсы көремін. أنا أحب فوتبول. Әдемі. Сен не ішіп отырсың? أنا أشرب قهوة. Әдемі. أنت تشرب. сұрақ. ما تشرب. ماذا تشرب؟ ماذا تشرب؟ أنا أشرب الشاي. түсінікті ғой? ما شاء الله. Рахмет деген бізде шукран. Қалай екен? Бірінші сабақ қалай? Қиын? Жақсы, күшті. Шукран. Ерекше негізі, былай араб тілінде. Тек осы бір қағиданы түсініп, ары қарай кете берсек, иншалла. Үлкен сөйлемдер жасап, еркін сөйлеуге болады. Муаллими шукран. Муаллими шукран. Ұстазыма рахмет деген ғой, иә? Алла. Ла шукра аля ваджик. Альхамдулиллахи раббил аламин. Екінші сабақта көріскенше ағайын. Деп тұрсың.